Саламатсыздар ма, құрметті ата-аналар, оқушылар. Бүгін міне дебат клубының нағыз майталмандарын ортаға шақырып, ойын көрсетпекшіміз. Бірінші кезекте осы дебат клубын дамытып, мектебімізді қала көлемінде танытып жүрген жетекшіміз Налибаева Наркова ортаға шақырып отыр. Мектебіміздің оқушыларының барлығын дебат клубы бойынша дайындап, пікір сайыста көптеген жетістіктерге жетіп отыр бүгінгі таңда. Және осы дебат клубының, шын дебат клубының президенті және координаторы бар, өзіміздің түлегіміз Рауан және координаторы Жанболат есімді мен оқушыларымды дайындап жүрген Жанат апай мен Жанболат ағайдың көмегінің арқасында мінекей бүгін аз уақыттың ішінде мен оқушылар жақсы нәтиже көрсетіп отыр. Соның куәсі болсын деп, қаншалықты оқушыларымызға пайдалы, билікке келіп жүрген жоқ па, нәтиже қалай, соның барлығынан хабардар болсын деп, арнайы ұйымдастырып отырмыз. Көріп тамашалаңыздар. Ағарай сөз берері өздеріңізде. Саламатсыздар ма, оқушылар, ата-аналар, келген қонақтар. Мінекей бүгін Ботабаева Гүлназ апайымыздың 7-ші сынып оқушылары нағыз додаға сайысқа түскелі жатыр. Ал енді сіздерге осы шын клубы жайында қысқаша айтып өтейін. Біз шын клубын, дебат клубының турнирін алғашқы рет біздер осыдан 1 жыл алдын бастаған болатынбыз. Демек біздің дебат пікірсайыс клубының ашылғанына 1 жыл болды. Одан бері біз талай сайыстарға барып, жеңімпаз атандық. Сол жеңімпаз оқушыларымыздың бірі мынау алдарыңызда тұр. Мектебіміздің шын клубының координаторы Жанболат. Жанболатты барлықтарыңыз танисыздар. Бұл тек қана дебатқа ғана жаңағы үлесін қосып жатқан жоқ. Бұдан бөлек көптеген сайыстарға да барып келіп жатыр. Мәнерлеп оқу сайысына, республикалық сайыстарға да қатысты. Ол жерден қалалық сайыстан, аудандық, қалалық сайыстардан, облыстық сайыстардан жүлдегер орын алып, республикаға да барып қайттық. Енді осы мектебімізде дебат клубымыздың ашылған себебі, яғни мақсаты оқушылардың ой өрісінің дамытуына, сөйлеу қорының молаюына және жылдам жауап беруге дағдыландырады. Қазіргі таңда білім заманы екенін барлықтарыңыз білесіздер. Қазіргі таңда көптеген оқушылар телефонға телміріп, телефонмен жаңағы тек қана үйінде ойын ойнайды. Сондықтан да солардың жаңағы қызығушылығын арттыру мақсатында тек қана үйде телефонын шұқылап отыра бермей, осындай сөздік қорды дамытуға дебат клубына үйірмеге қатысу керек оқушылар. Мінекей біз осыны оқушыларымызды құр бос жүрмей, осы дебат клубының үйірмесіне қатысуға шақырамыз. Бізге қанша оқушы көп болса, сонша оқушы қажет. Ал енді қазіргі таңда Қаратау ауданы бойынша, Абай ауданы бойынша, Әл-Фараби ауданы бойынша бөлек-бөлек сайыстар ұйымдастырады. Кейін барып, оны қалалық сайыстарға жібереді. Сол аудандық сайыстардан жеңімпаздарды. Ал талай аудандық сайыстарға жеңімпаз атанған өзімнің шәкіртім, оқушым Абдулла Жанболатқа сөз кезегін берейін. Осы туралы өзінің сайыстарға барғанын, ол жерде қалай жеңімпаз атанғанын, доданың аты дода, сайыстың аты сайыс, қаншалықты оқушылар барып сайысқа қатысқан кезінде оларда белсенділік артады. Себебі осы мектебіміздің атын шығаруға, намысын қолдан бермеуге атсалысады. Ал енді Жанболат сөз кезегі өзіңізге осы дебат клубымыздың шын дебат деп ашқаныңыздың барлық тарихын өзіңіз айтып беріңіз. Негізінде шын деп таңдаған өздері. Өздері осы ұсыныс жасап, шын деп, шынды білесіздер ғой аты қандай екенін. Үлкен, биік жердің атын шың деп айтады мысалға, таудың ең биік шыңын шың деп атайды. Демек біз сондай шың, биік белестерге жете берейік деген мақсатта қойылған ат еді бұл. Қайырлы күн, құрметті ата-аналар, құрметті оқушылар. Жалпы бүгінгі
өткізіп жатқан ашық сабағымызға қош келдіңіздер. Жалпы ең алдымен сіздерге дебат, жалпы пікірсайыс туралы қысқаша түсіндіріп өтейін. Жалпы көп ата-аналардың, көп адамдардың пікірінше негізі пікірсайыс, дебат деген дүние ол айтыс, құр сөйлеу, ұрысу, ұрыс керіс, только бір эмоциямен сөйлеу деген сияқты бір ойнау ойлайды да. Енді жалпы сондай дұрыс емес көзқарастардың кесірінен көп оқушылар дебатта жүріп, дебаттан шеттетіліп қалады. Көп ата-аналар балаларына неғып жүрсің, құр сөйлеп, ертең тілмаш боласың ба деген сияқты сондай сөздерден қазір дамайын деп жатқан, болайын деп жатқан балалар қазір болмай қалып жатқандығында. Енді жалпы қазір дебат деген не? Дебат ол балалардың дамуына, ізденісіне алып келетін, яғни екі жақтың өздерін дәлелдеп, жалпы өздерінің идеясын білдіруіне, жалпы өздерінің дамуына әкелетін бірден бір жол. Енді қазір біздің шын пікірсайыс клубымыздың ашылғанына 1 жыл болды. Бастамасында біз Рауан деген досым екеуміз 2-ақ бала болып бастағанбыз. Екеуміз жүріп, енді Құдай қаласа осындай артымыздан 30-40-тан астам шәкірт бар. Осы ең төменгі осы 7-лер, бұдан бөлек 8-ші сыныптар бар, 9-ші сыныптар бар, 10-ші сыныптар бар. Барлығы аудандықтарда өзіндік орындар бар. Барлығы қазір бұрынға қарағанда қазір салыстырсаң өте бір уже дамыған. Қазір сіздерде балаларыңызды осы дебатқа көп жіберіп, ертең оларда біз қазір дебат арқылы, осы пікірсайыс арқылы 125 хайскулдың 1 айлық тегін курсын жеңіп алдық. Және де осы жақында ғана Силкуэй колледжінің 50% грант ұтып алдық. Одан бөлек қаншама аудандық жарыстарда орын алып жатырмыз. Енді Құдай қаласа басқа да университеттердің гранттарына енді қатысақ деген ойымыз бар. Осы уақытта енді біз 1 жыл ғана уақытта осымен айналыстық. Енді осы оқушылар осы қаншама алдағы уақыттарында қаншама шыңдалып, дайындалып, осындай грант ұтса екен, дамыса екен, осылар бір жетістікке жетсе екен, осындай мақсатта біз осы жастарды, оқушыларды дайындап жатырмыз. Енді бүгінгі ойымызға қазір кезек берейік. Сіздерге арнап жастар оқушыларымыздың дайындаған ойындары бар. Бірінші қарар, бұл палата балаларға 18 жастан асқан балаларға қаржылай және материалдық көмек көрсету керек деп есептейді. Тиісінше енді ойынды бастайық. Үкімет және ақпарат салтанаттары сіздерге сәттілік. Ойынды бастайық. Ендеше ортаға үкімет лидері Алмат мырза, сізді шақырамыз. Сізге берілген уақыт 4 минут. Ойынға сәттілік. Сәлеметсіздер ме? Құрметті ойыншылар, құрметті төрешілер. Бізге бұл палата 18 жастан асқан балаларға, ата-аналары материалдық және қаржылай көмек көрсету керек деп есептейді. Ал және мен айтып 18 жас деген түсіндіріп кетсем, 18 жас дегеніміз ол адамның өзіне байланысты барлығы 18 жасқа толғаннан кейін өзіне барлық нәрсе, ол 18 әлеуметтік жас, ол өзі 18 жасқа толғаннан кейін өзіне барлық нәрсе ала алады. Мысалға, ол өзіне керек жұмысқа кіре алады, қалаған нәрселерден ала алады, және права, машина, көпке алады. Ата-ана дегеніміз ол ата-ана баланы әлеуметтік жасқа толғанша өсіріп, ешкімнен кем қылдырмай, барлығын өсіріп, барлығын өзіне сыйлайды. Ал бүгінгі ойында менің бірінші алған аргументім жауапкершілік. Жауапкершілік ол, мысалға, біз қазіргі таңда өзіміз ата-анадан өскеннен соң өзіміздің ойымызға жауапкершілік аламыз. Мысалға, біздің қазіргі таңда киіп жүрген киіміміз, ішіп жүрген тамағымыз, оның барлығы өзімізге жауапкершілікті сезінген адам ол өзін түсіне алады. Ал менің екінші аргументім даму ол адам өзіне байланысты. Мысалға, сіз бір жұмысқа немесе бір кәсіппен айналыссаңыз, сіз содан 18 жасқа толғаннан соң содан дамисыз. Және де ол дамығандан соң сіз үлкен белестерге, барлық нәрсеге қатыса аласыз да. Содан кейін сіз дамыған заманда да өмір сүріп жатсыз. Ал менің үшінші аргументім мақсат ол адамның өзінің алдыға қойған мақсатты адам өзінің алдына қояды. Мысалға, біз
қазіргі таңда мен осындай жұмысқа кіремін, мен осындай мықты көлік аламын, мен осындай үлкен үй аламын деген нәрсенің барлығын адам өзіне мақсатқа қоя алады. 18 сатылғаннан соң орындалады. Мысалға қазіргі таңда ата-аналар көмектесіп, бұл ата-аналардың көмегімен ештеңе де ала алмайды, және өзің алдыңа қойып мақсат қойсаң, соның барлығына өзің жете аласың. Менің сөзім аяқталды, тыңдағандарыңызға рахмет. Жақсы, рахмет. Ендеше 5-ші ошағы оппозиция лидері Саят Мырза, сізге бір уақыт 5 минут жалынды қарсылықтар мен керемет кез күтеміз. Құрметті форум және де оқушылар және де мұғалімдер, ата-аналар, қош келдіңіздер. Бұл палата 18 жасқа толған балаларға көмек көрсету керек. 18 жасқа толған балаларды кім ол 18 жасқа толған бала, ол кәмелет жасқа толған бала, ол өз-өзін ұстай алатын сабырлы балаларды айтамыз. Ал ата-ана дегеніміз, ата-ана ол баланың 18 жастан асса да оны доконца қолдап келіп, оны әрқашанда қолдап келеді. Ал неге 18 жасқа балаларға көмек көрсетуіміз керек? Себебі балалар 18 жасқа толса да, бала оны сразу 18 жасқа толғаннан кейін бала сразу 18 жасқа, кәмелет жасқа толғаннан кейін ол өз-өзін ұстап, еңбектетіп, сразу боламайды. Оған обязательно ата-ананың көмегі керек. Неге ата-ананың көмегі керек? Себебі ол өз-өзін әлі ұстай алмайды. 18 жасқа толғаннан кейін оның бәрібір де оның ата-ананың көмегі керек. Ал менің бірінші аргументім қажеттілік дегеніміз ол балаға әрқашан ата-ананың қолдауы және де көмегі керек болады. Егер де мен мысалы айтып кететін болсам, бір мақал бар, не ексең, соның жемісін көресің деген. Ал 18 жасқа бала ағаш болса, ал ата-анамыз ол су болады. Ата-ана балаға ағашқа су құйсақ, оның көптеген жемістерін көреміз деген мақалда түсіндіріп кететін болсам, ол бала егер де ата-ананың көмегімен және де жетістіктерін ата-ананың көмегімен әрқашанда белгістерге, бақыттарға өзінің жолымен, жақсы жолмен жүре береді. Ал мен екінші аргументім жастардың бұзылуы. Жастар қалай бұзылады? Жастар біріншіден ол ата-ана көмек бермесе, ол бала өз-өзін жалғызсырап, ата-ана маған ешқашан көмектеспейді деген сұрақтар туындап, ол бала өзі жалғызсырап қалады. Ал егер де біз оған көмектесіп, оған қолдау көрсетсек, бала өзіне мотивация алып, ол әрқашанда жақсы жолдарға бара береді. Жастар бұзылуы дегеніміз ол негізінде бала ата-ана көмек көрсетпесе, ол кез келген затқа баруы мүмкін, ұрлыққа барады, немесе ойындарға ақша тігеді. Ал бала ата-анасы көмектеспесе, бала барады да оны любой жерге барады да, ұрлық жасап кетеді. Ол өйткені ол аш болуы мүмкін. Ол бала кез келген затқа баруы мүмкін жастар. Жастар аш болса, кез келген затқа баруы мүмкін. Өйткені себебі ұрлық жасаса, ол негізі дұрыс әрекет емес. Ал ата-ана оған дұрыс бағытқа беріп, дұрыс жолға түсірсе, бала ол әрқашан дұрыс жолмен жүреді. Мен сөзім аяқталды. Ендеше ортаға үкімет спикері Заңғар Мырза, сізге бір уақыт 5 минут. Үкімет оқушылар, ата-аналар және төрешілер, мен сөзімді қастықпен бастағым келіп отыр. Себебі оппозиция тобының лидері айтып отыр, егер ата-ана балаға көмектеспесе, ол кейбір ойындарға барып ақша тігіп не болады, және де аш қалады дейді. Наоборот, сол аш қалғаннан кейін ол содан сабақ алып, өзінің жұмыс істеуге жұмыс істеп бастайды. Және де оның жұмыс істеуге құштарлығы артады. Ал енді келесі, ол 18 жастан асқаннан кейін ол өзі дамиды, яғни жаңа өмірге жаңа өмірге қадам басады десек те болады. Себебі 18 жастан ары қарай ол ата-анасының көмегінсіз өсе алады. Себебі өзі жұмыс істеп, өзі үйленіп, өзі машина алып, өзі отбасын асырай алады десек те болады. Ал енді лидерім сөзін тоқтап кететін болсам, отбасы жауапкершілігі. Қазір ажырасу проблемалары өте көп десек те болады. Менің лидерім айтып кеткендей, қазір олар не үшін? Себебі ол еркектердің ақша таппағаны үшін. Қазірдің өзінде 18 жастағы емес, 30-40 жастағы адамдардың өзі ата-анасына сеніп қалған, ақша беретініне сеніп қалған. Ақша сұрай береді, ал ата-анасы оған бере береді. Ал кейін не болады? Кейін олардың ата-анасы қайтыс болады. Сол кезде олар ақша табу қиындап кетеді. Міне қайда жатыр. Сол кезде олар жұмыс істеуге белсенділік артады. Ал егер ол
18 жасынан бастап 18-ге толғанда ол ата-анасы бар жұмыс істе десе, ақша тап десе, өз еңбегімен ақша тауып, отбасын қайда асырап жақсы өмір сүретін еді деп ойлаймын. Ал енді мысалы алатын болсақ, егер бала ата-анасына сеніп қалды дедік қой, ол сеніп қалғаннан кейін ақша береді. Егер ол қайтыс болғаннан кейін ол аш қалады. Одан кейін ол 18 жасында жұмыс істеген кейін жұмыс істеу не екенін білмей қалады. Не екенін білмейді. Сол үшін ол үкіметке барады. Үкімет оған ақша бермей, ол митинг шығарады десек те болады. Мен сөзім аяқталды. Рахмет. Ендеше конструктивті бөлім аяқтау үшін ортаға оппозиция спикері Қалбинұр ханым, сізге берілген уақыт 5 минут, уақытыңызды тиімді пайдаланыңыз. Сәлеметсіздер, құрметті ата-аналар және де мұғалімдер және қарсылас команда. Мен оппозиция тобының спикерімін. Мен бірінші сөзімді қарсылықпен бастағым келіп отыр. Неге десеңіздер, себебі мынау парламент мүшесі айтып жатқандай, бала жаңа өмірге қадам басады деп жатыр. Әрине, бала жаңа өмірге қадам басады, ал ол жаңа өмірге қадам басу үшін не істеу керек? Ата-анасының қолдауы қажет. Жаңа өмірге қадам басқан балаға қолдау барлығынан да жоғары, яғни ата-ана балаға қолдау көрсету арқылы бала өзінің жаңа өмірдегі орнын таба алады. Мен осыны айтқым келіп отыр. Ал мен лидердің сөзін толықтырып кететін болсам, қазіргі кезде педагогикалық оқу оқитын студенттердің стипендиясы 54 000 теңге, ал техникалық оқу оқитын студенттердікі 35 000 теңге. Өздеріңіз ойлап қарасаңыздар, қазір қымбатшылық заман болып жатқандықтан кейбір адамды тек қана ақшамен бағалай алады. Сондықтан да егер балада ақша болмаса, онда оны достарды яғни достармен араласуы қиындап кетеді. Менің айтқым келіп отырған осы. Және де қазіргі кезде қымбатшылық заманда ақша табу да өте қиын. Сондықтан да менің ойымша ата-ана балаға толықтай қолдау көрсету қажет. Менің ойымша 18 жастан асқан балаға қолдау көрсету ол ешқандай ұят пікірге жатпайды. Және де қазіргі кезде ата-ана балаға көмек көрсету керек деп ойлаймын. Бала ата-ананың көмегінсіз жеңіл-желпі ақша табуға үйреніп кетеді. Яғни оның ақшасы ақша табуы қиындап кетеді. Жеңіл-желпі ақша тауып үйреніп қалады. Яғни адал жолмен ақша табу жақсы жолда қалады. Ата-анаға не істесең, бала соны саған қайтарады деген мақал. Яғни мен бұл мақалмен не айтқым келіп отыр. Егер ата-ана балаға кішкене көмек көрсететін болса, онда болашақта да бала ата-анаға осылай көмек көрсететіне кім кепіл, яғни бала да сол ата-анасына көмек көрсете алады деген ойдамын. Мен сөзім аяқталды. Тыңдағандарыңызға Ендеше конструктивті бөлім аяқталды. Ортаға ойында тікелей сараптама жасау үшін оппозиция спикері, лидері, сізге берілген уақыт 4 минут, тікелей сараптама. Мен оппозиция тобының лидері боламын. Мен минустарын айта кетсем, үкімет тобының минустары. Спикері ол бір сөзді қайталай берді, және де ол нақты факты келтірген жоқ. Ал біз өзіміз қалай жеңдіміз? Мен өзімді алаңда дұрыс аштым деп ойлаймын. Және де мен спикерім оған дәлелдер келтіріп, мен сөздеріме, менің аргументтеріме, мысалдар келтіріп, мақал-мәтелдер айтып кетті. Ал өзіме келетін болсам, өзім нақты айтып, және өзім мақал келтіріп, баланы ағашқа қойып, және де ата-ананы суға қойып, оны мысалға келтіріп айтып кеттім. Ал біз өзіміз бұл ойын өте тартысты өтті, және де қарсылас командаға рахмет. Біз жеңдіміз деп ойлаймыз. Сөзім аяқталды. Ендеше ойынды қорытындылау үшін үкімет лидері Алмат мырза, сізге бір уақыт 5 минут, 1 минут қарсылық, 4 минут сараптама. Мен сөзімді қарсылықтамасқа келеді. Ол оппозиция тобының спикері айтып кетті да, студенттердің стипендиясы аз ақша деп жатыр, ол жүктігіне ғана жетеді деп жатыр. Ол өзінің жүктігіне ғана емес, ода жас бар, 18 жас бар. Ол қалаған жеріне барып жұмыс істей алады да, ол тек стипендияға ғана сеніп жата бермейді. Ол
қалаған жерден барып жұмыс істеп ақша табуға болады деп ойлаймын. Ал сараптамаға келетін болсақ, ойын өте тартысты өтті. Мен өзім қалай ұқтым бұларды? Мен басында шықтым, өзім барлық аргументтерімді түсіндіріп, барлығын айтып кеттім да, өзіме үлкен қамал құрап алдым. Ал олар сөйтіп артынан олар нелер шығып, менің қамалым жай сұрақ нелер қойып, қарсылық айтып жай түткен сияқты болды да, ал маған ол дымда болмады. Кейін ол түткен жерлерін менің спикерім қайтадан мықты қамал қылып алды да, олардың қайтадан спикерлері шығып, олардың спикерлерінің сұрақтары маған бізге түкте әсер ете алмады да, сондықтан да біздің қамалымыз алаңда қалып қойды. Ал олардың не істесе біз барлық нәрсені айтып, олардың барлық нәрселеріне біз сұрақ қойып, барлығын жеңдік деп ойлаймыз. Тыңдағандарыңызға рахмет. Ендеше ойын қалай болды? Ойында жалпы үкімет лидері Алмат мырза шығып, 18 жастың, яғни мүмкіндігі бар бала деген секілді кәмелет жасқа толған бала, ата-ана кім екенін, жалпы өзінің алаңын әдем ашып, аргументтер арқылы дәлелдеп береді. Одан кейін оппозицияның лидері шығып, Саят мырза. Тиісінше ол Алмат мырзаның айтқан жауапкершілік, даму, мақсат деген дүниелеріне қарсылық беру керек еді. Яғни ол тараптан, оппозицияның тарапының лидерінің ең алдымен қарсылық болмағаннан кейін, бұл бір минус ретінде саналатынында. Одан кейін өзінің алаң құрап, қажеттілік, бала ағаш деген сияқты күшті аналогия көрсетіп береді бізге. Жастардың бұзылуы, яғни ұрлық, қарлық деген дүниелер көрсетіп береді. Я, сіздердің идеяларыңыз жақсы, бірақ сіздің идеяңыз бойынша бірінші сіз үкімет тарапына қарсылық беру керек едіңіз. Одан кейін үкімет тарапының спикері шығып, қатты қарсылық бермесе де кішкене бір-екі қарсылық береді, яғни керісінше талпынады, отбасына жауапкершілік сезінеді деген секілді өзінің лидерінің алаңын өздері айтпақшы қуаттап тұрған алаңын одан сайын қуаттап береді. Ал нағыз қарсылық осы оппозиция тарапының спикерінен келетіндігінде, яғни бірінші қарсылықты оппозицияның лидері беру керек еді, бірақ оппозиция спикері қарсылық беріп, соңында өзінің әлі жетпей қалады. Сөйтіп, бұл тағы да бір минус ретінде саналатындығында. Жалпы екі алаңды салыстырып, екі жақтың да идеясы мықты, бірақ қарсылықтарға келетін болсақ, үкімет тарапы ойында жеңіске жетеді. Ойында қарсылық болсаңыздар да өмірде дос болыңыздар, қол алысып қойсаңыздар болады. Ендеше келесі ойын. Жалпы бұл палата балаларға дисциплина қарағанда мотивация маңызды деп есептейді. Жалпы ойындарыңызға сәттілік. Ендеше ортаға үкімет лидері Сымбат ханым, сізге берілер уақыт жоқ. Уақытыңызды тиімді пайдаланыңыз. Құрметті форум, құрметті қарсыластар, өнерлі төрешілер, сіздерді көргеніме өте қатты қуаныштымын. Қазір мен алаңда оқымайтын тақырыбым балаға дисциплина қарағанда мотивация көбірек керек. Жалпы тақырыпты аша кетсем, дисциплина деген сол тәртіп, яғни қоғамда қабылданған нормаларға сәйкес жеке тұлғаның мінез құлқына қалыптасатын ережелер. Мотивацияның синонимдерін айтып кететін болсам, ниет, сіздің бір істі бастауыңызға түрткі болатын нәрсе, және де сіздің бойыңыздағы жігер, және де бір іске бастаған кірісуіңіз деп білеміз. Және де осы мотивация арқылы сіздің ісіңізге, өміріңізге деген ынтаңыз оянады. Және де мотивация өмірдің мәні және кез келген жетістікке жетудің жолы деп келеміз. Жалпы мотивацияның үш түрі болады: физиологиялық, психологиялық және қоғамдық. Физиологиялық деген сіз іске, яғни жетістікке байланысты, яғни мен мынаны жазып бітемін, мен мынаны істеп бітемін деген сияқты. Ал психологиялық ол сіздің санаңызда жүретін мотивация, яғни мен өзім бойымдағы жақсы қасиеттерді арттырып, мына қасиетімді төмендетемін, мына қасиетімді жоямын деген секілді. Ал қоғамдық мотивация деген сіздің ортаңыздан алынатын мотивациялар, мысалға жақындарынан, отбасынан берген жақсы сөздер, ол мен үшін қоғамдық мотивация болып есептеледі. Және мотивацияның біреудің беруі міндетті емес, мотивацияны адам өз-өзіне де бере алады.
дисциплина адамға керек, бірақ мотивация біз үшін одан да қатты керек. Жалпы бірінші аргументім ол бізде қажеттілік. Мотивацияны қажет ету арқылы сіз көптеген жетістікке жетесіз. Мысалы, Томас Эдисон ол бала кезінде ағылшын балалардың бірі болып табылған, және де мұғалімі оған анасына хат жазып жіберген болатын. Ол хатта сіздің балаңыз ағылшын, оған бұл орта жарамайды, оны үйде жеке оқыттыңыз деген. Ал анасы Томасқа қалай оқып берді? Оны Канадада оқып берген болатын. Яғни хатта анасы бала Томасқа сен бұл ортаға лайық емессің, сен одан да мықты ортаға лайықсың деп айтып берді. Сонда Томас осы мотивация, анасының берген мотивациясын қажет ету арқылы, ол білесіз бе қазіргі сіздің өміріңізде күнде сағат сайын қолданатын шамды, яғни лампочканы ойлап тапқан болатынбыз. Және де екінші аргумент ол бізде жетістік. Қазіргі таңда танымал болып жүрген миллиардерлердің көбісі яғни 80% ол өз-өзіне мотивация беру арқылы, яғни жігерлендіру арқылы жетістікке болады. Солардың бірі Брайан Трейси білетін болсаңыздар, ол мотивационный кітаптар жазатын, яғни мотивациялық кітаптар жазатын атақты жазушылардың бірі болады. Ол әл-ауқаты жоқ, яғни кедей отбасыдан шыққан. Бірақ та ол өз-өзінің бойын, санасын мотивацияға толтыру арқылы қазіргі таңда бай адамдардың қатарына жатады, және де атақты жазушылардың бірі. Мысалы, мен сізге бір мотивация берейінші, біреу істей алғанды сіз де істей аласыз. Біреу жеткен жерге сіз де жете аласыз. Сіздің ішіңіздегі жігеріңіз қалай оянады, сездіңіз бе? Біз дисциплинаны керек емес демейміз, керек, бірақ мотивация одан да қатты керек. Менің сөзім аяқталды, тыңдағандарыңызға рахмет. Оппозиция лидері Айнұр ханым, сізге бір 5 минут жалындық қарсылықтармен керемет кез күтеміз. Қайырлы күн дебатшы қауым, қарсыластар және төрешілер. Мен сөзімді тікелей қарсылықтан бастайын. Бізге жаңада парламент тобының лидері бізге аргументтер сөйледі, қажеттілік және жетістік деген екі аргументті ұсынған болатын. Қажеттілік ол біздің алған капитетта дисциплина дегеніміз не? Жалпы дисциплинаға өзіміз дефиниция беріп кететін болсақ, дисциплина адам мінез құлқын, қоғамдық қалыптасқан құқын, мораль нормаларға не әлде бір ұйымның жаңалық талаптарына сәйкестігі. Дисциплинаның негізгі қолданымдары балаға шектеу қою, нормадан аспау, оны үйінде қамап ұстау деп түсіну мүмкін, бірақ дисциплина дегеніміз адам өз-өзін іштей дайындау, өз-өзін жеңуі деп есептеймін. Себебі бала мен мынаны істеймін, мына кезде мынаны істеймін, мынаны істеймін, оның бәрі дисциплинаға кіреді. Ал бізге қажеттілік деген аргумент ұсынып береді парламент тобы. Сонда дисциплинада қажеттілік деген той біздің анамыз ойнайды ол да нәтижеде біздің жетістікте біздің анамыз ойнайды. Біз дисциплина арқылы жеңіске жете аламыз. Біз де дисциплинаны қажет ете аламыз. Ол біздің алған кете береді. Ал енді өзіміздің алаңға кіретін болсақ, біздің бірінші аргументіміз мінез құлық болмыс дейді. Дисциплинада өскен бала по-любому басқаша болады. Егер сен дисциплинада өссең, сен ертең жаман іске бармайсың, сен уже ненің жақсы, ненің жаман екенін білесің, өзіңе не қажеттігін білесің, өзіңді іштей жеңе аласың. Оның бәрі мінез құлыққа жатады, баланың болмысы өзгереді. Ал екінші қоғам кез келген жерде, мектепте болсын, қоғамдық жерде болсын, мемлекетте болсын, барлық жерде дисциплина бар. Әр жердің өзіне тән нормасы болады. Оның бәрі ертең сіз дисциплина білмесеңіз, өзіңізді жеңбесеңіз, өзіңіздің ішінде дисциплина болмаса, сіз ертең қоғамға бір жерге сіңісе алмайсыз, сіз ертең ол жердің тәртібіне бағына алмайсыз. Сол нәрсе бар. Ал бізде келесі болашақ не үшін болашақ? Себебі болашақта ертең қазір сен дисциплинада өсесің, өзіңе не керектігін білесің, сен ертең өзің алдыңа мақсат қоясың. Қазір мысалға айтайық, сіз ұбт тапсырасыз, ұбт-ға дайындық кезінде сіз мысалға өзіңізге мотивация беріп отырсыз, ой мен өтіп кетемін деп өзіңе мотивация беріп отыра алмайсың өзіңе. Сен өзіңе дисциплина құрып, өзің сол тәртіп бойынша ойнауың керексің. Сен өзің мен мынаны істеймін, мен мынаны аяқтаймын деген сияқты өзіңе дисциплина қоясың. Сен мотивациямен сеніп отыра бермейсің, ой мен жеңіп кетемін, ой мен өтіп кетемін деп отыра бермейсің. Ол да бар. Және сырт көз деген бар. То есть мысалға сіз ертең кетіп бара жатасыз, сіз бір жақсы, күшті бір істейсіз, соны сырт көзге көрген адамдар сізге ойлап ата-анасы күшті мотивация берді деп айтпайды. Ой мына ата-анасы күшті тәртіп берді, тәрбиеде өсіпті деген нәрсе айтылады сізде. Ол нәрсе де бар бізде. Соған қатысты қамысы бос ұстасаң қол кесер деген нәрсе бар. Сіз балаға дисциплина берсеңіз, сіз ертең оның болашағына әсер етесіз. Мен осыны жеткізгім келді. Рахмет сіздерге. Рахмет. Неше ортаға үкімет спикері, сізге бір 5 минут жалындық қарсылықтар күтеміз. Саламатсыздар ма, көрермендер және төрешілер, және қарсылық тобының лидері мен спикері. Балаға дисциплина емес мотивация керек. Дисциплина қазіргі кезде бала ешкім ұстай алмайды. Себебі қазіргі бала қатаң тәртіпке шыдай алмайды.
талпынғысы келмейді. Дәл осындай сәтте адамға мотивация керек. Сол кезде бала жігерленіп кетеді. Жігерленгеннің арқасында бала өз-өзін дамыта бастайды. Мысалы, маған ата-анам мотивация береді. Мотивация арқылы мен жетістікке жетемін. Дисциплинаны балдар басына ұстанатын шығар, бірақ соңында бәрібір ол бала да шаршайды, істегісі келмей, ерініп, солай бұзылып жүреді. Дисциплина арқылы адам бұзылып кетуі мүмкін. Мотивация арқылы мақсат арман қоя біле бастайсың. Адам өз-өзін қыстамай-ақ жетістікке жетуге болады. Мотивация арқылы бала сабақты түсініп оқиды. Мысалы, сабақты оқимын деп ерініп жата бересің. Сол кезде мен Instagram, TikTok деген желілерге кірген кезде дамып жатқан бір видеоны көрсем, мен өз-өзім дамытып, өз-өзім жігерленіп, құлшынып сабақ оқығым келіп кетеді. Сол арқылы мен өз-өзімді жігерлендіремін. Мысалға мен өзіміздің ортамды алатын болсам, ағай бізге күнде мотивация береді. Сіз үшін дисциплина деген не жалпы? Дисциплина дегеніміз тәртіп. Өзіңіздің түсінігіңіз бойынша. Бағыну деп өзім түсінемін. Ағай бізге күнде мотивация береді. Жарысқа барамыз, дамимыз, анайға барамыз, мынайға барамыз деп күнде айтады. Сол арқылы мен өз-өзім дебатқа деген жігерленемін. Ал сол уақытта ертең келеміз, анау-мынау, шаршап тұрмын, азанда ерте тұру керек деген әңгімелер болады. Сол әңгімелерден мысалға дебатқа өз-өзіңді қинап келесің ғой, сол қинаған екен миыңда ештеңе қонбайды. Сол екеуін салыстырып қараңыздаршы, өз-өзіңді қинап келген жақсы ма, әлде өз-өзіңді жігерленіп келген жақсы ма? Мотивация арқылы тәрбие бұзылады деп айтып жатыр да, мотивация арқылы тәртіп бұзылмайды. Мотивация арқылы тәртіп бұзылмайды. Ата-ана балаға қатаң тәртіп қойса, бала оны құлшынып орындай алмайды. Ата-ана балаға сен оны істей аласың, істей аласың, мысалға жақсы істейсің, жақсысың, анау-мынау деген сияқты мотивация берсе, бала өзі жүгіріп жүріп құлшынып істейді ол нәрсені. Жұрт тәртіпті айтады. Бірақ көптеген адамдар мотивацияны деген дұрысты қалыптаса алмаған. Мотивацияны олар үшін тәртіп пен мотивация бір деп есептейді. Бірақ дисциплинаны өскен бала кім? Дисциплинада өскен баланың сіз маған несін? Дисциплинада өскен баланың нәтижесі жоқ оның. Дисциплина қанша баламен адам бәрібір ортаға қарай тартады. Дисциплинамен өскен бала бәрібір ортасымен кетіп қалуы мүмкін. Мен сөзім аяқталды. Кәсіптік бөлімді аяқтау үшін Бауыржан мырза, сізге берер уақыт 5 минут жалындыққа сақтап күтеміз. Сәлеметсіздер ме? Мен өзімнің сөзімді сразу қарсылықпен бастағым келіп отыр, өйткені үкімет тобының спикері Жұмыс ханым айтып өткендей, дисциплинамен өскен бала қоғамдық орынға үйрене салмайды, немесе сол ортасына кетіп қалуы мүмкін деп жатыр. Яғни онымен қиналып жүреді деп жатыр. Мен бұны вообще қате деп ойлаймын, өйткені дисциплина деген сол тәртіп, әр үйдің өзінің тәртібі болады. Яғни сіз оған жақсы мен жаманды үйретесіз, ал жақсы мен жаманды ажырататын бала ол ешқашан қоғамды жаман іс жасап жүрмейді. Яғни қоғамға сразу үйренісіп кете алады да ше. Бағана үкімет тарапының лидері айтып өткендей, сіз дисциплинаға не қатысы бар деп ойласаңыз, ол кішкентай кезінде 12 жасар, яғни біз қатарлы кезінде ол компьютерге жақын бала болған. Яғни ол ойын ойлап тапқысы келген, яғни оны достарына айтқан кезде достар оған мотивация берді ма? Жоқ. Ол ата-анасы оған мотивация берді ма? Жоқ. Өйткені достар оны кемсітті, яғни сенен бұндай шықпайды деді. Ал ол өзінің алдына мақсат қойды. Ал мақсат қою үшін бірінші тәртіп керек. Ол сол мақсат жолындағы тәртіпті дұрыс пайдалана біліп, қазіргі таңда Tesla компаниясын құрып, ол жерде неше түрлі телефондар, неше түрлі машиналар ойлатады, және де ол ракеталар ұшырып, яғни өзінің үлкен жоспары бар. Яғни Марста өмір бар деген. Оның 5 ракетасын 4-еуі құласа да, ол берілген жоқ. Яғни оның бала кезінде келе жатқан мақсаты бар. Сол мақсаттың ішінде тәртіп бар. Сол тәртіп бар же, сол тәртіптің арқасында, яғни дисциплинаның арқасында ол сол 5-ші ракетасы ұшты, яғни онда десек те болады.
яғни бұны қалай түсінеміз? Если бүкіл жердің өзінің тәртібі бар, яғни сіз тәртіп бар жерде өзіңіз мотивацияңызбен жүрмейсіз, яғни кез келген қоғамда сол дисциплина арқылы сіз кез келген қоғамға үйренісіп кете аласыз. Яғни мысал ретінде айтып кетейін, 1939 пен 1941 мен 1945 жылы аралығында Ұлы Отан соғысы кезінде немістің әскері Мәскеуге 33 немесе 30 шақырым қалған кезде Бауыржан Момышұлының әскерлері яғни бәрі қаша бастады, бүкіл әскерлер қаша бастады. Ал сол кезде өзінің Мәскеуде тәртіп орнатты, сол тәртіп арқылы 28 қаһарманның арқасында, яғни олар немістерді қуып шықты. Яғни соғыста берілген жоқ. Лидерінің аргументтері толықтыра кететін болсам, бірінші аргументі мінез болмыс деген секілді да. Бұны қалай түсінеміз? Яғни кез келген қоғам өзінің мінезімен, яғни дисциплинада өскен баланың мінезі болады. Яғни жүрсе кеттік, төбелесіп қайтайық десе жоқ деп көрсе бетін қайтарады да. Ал екіншісіне келетін болсақ, қоғам кез келген қоғамда үйренісіп кете алады. Үйреніседі деген қалай түсінеміз? Яғни бұл тәртіппен өседі, әр жердің өзінің тәртібі бар. Мысалы, универде төбелеспейді, ешкім аша алмайды, сонда мектепте де сондай да, сол жаман іске бармайды, сондықтан сол жүреді. Ал болашақ бұл қалай түсінеміз? Ол тәртіппен өседі, ата-анасы тәртіпті береді, жаман мен жақсы ажыратады, сөйтіп алдына мақсат қояды, мақсат жолында өзіне тәртіп қояды. Мен мысалы өскенде футболист болғым келетін болса, мен футбол үйірмесіне қатысамын, ол жерде ойнаймын, тренировка жасаймын, сөйтіп соңында командаларда өтемін, соңында болашағымда, яғни футболист болашағым. Яғни Илон Маск секілді, енді бай болса да Илон Маск секілді алдыма мақсат қойып, сол мақсат жолында тәртіп қойып, сол өзінің болашағыма жетемін. Ендеше конструктивті бөлім аяқталды. Ортаға тікелей сараптама жасау үшін Аймен ханым, сізге бір уақыт 4 минут. Жалпы бүгінгі ойындарыңызға рахмет, өте тәртіпті және қызықты өтті. Ал енді тікелей сараптамаға келетін болсақ, біз ойынды неден бастадық? Бірінші парламент тобы шығады, бізге түсіндірді, мотивацияның екенін түсіндірді, дисциплинаның екенін түсіндірді, тақырыпты ашты и мысалдар келтірді. Оның бәрі жақсы, бірақ біздің алаңға келетін болсақ, біздің алаңда қарсылықта болды. Бұлар қарсылықтарын біз түсінген жоқ, бізге өздері түсінген жоқ. Жаңа идея қосыла бастады. Спикер бізге жаңа идея қосып берді. Даму деді, бұзылу деді, бағыну деді, не деді, қиналу деді. Оның бәрі нәтиже деген бізге жаңа идея қосып береді ше. Жаңа идея қосылады бізге даму деген. Вообще бірінші лидері шығады бізге қажеттілігіне нәтиже деген екі аргументті ұсынады, бірақ спикер шығады бізге жаңа идея қосып береді. Осы жерде шығады даму, бұзылу айтылады ше, бірақ факт айтылмайды еш жерде. Бұл жерде тек қана сөйлейді, спикер сөйлеп, факт айтылған жоқ, тек қана тавтология болды. Жаңа идея қосылды, тавтология болды, тағы сондай болды. Ал біздің алаңға келетін болсақ, біз толық ашты, дисциплина аштық, не үшін керек екенін, қай жерде керек екенін, өмірінде қандай қажеттілігі бар екенін, неге мотивациядан дисциплина жоғары болатынын біз дәлелдеп шықтық осы жерде. Осы жерде біз түсіндірдік. Мен спикерімде мысалдар келтірдім, менің қоғам аргументіме Бауыржан Момышұлы, Илон Маск бәрін қатыстыра отырып бізге факт айтып берді, бізге дәлелдеп берді, бізге мысал ретінде көрсетіп берді. Оның бәрі уже алаңда ойнап жатыр, біздің алаңды құлатқан жоқ. Біздің алаң сол күйі қалды сол жерде. Біз олардың алаңдарын құлаттық, бірақ құлаттықта ше олар қайтып тұрғызған жоқ өздерінің алаңдарын. Тек қана қарсылық берді бізге. Ол бір-екі қарсылықтар берген шығар, ол бірақ уже алаңда ойнамайды да ше, қалып кетті да сол жерде ше. Ал біздің алаңды құлатқан жоқ. Болды, рахмет. Жақсы, рахмет. Ендеше ойынды аяқтау үшін Сымбат ханым, сізге бір уақыт 5 минут, 1 минут қасық, 4 минут тікелей сараптама. Қарсылыққа рахмет айтқым келеді. Себебі ойын өте қызықты және тартысты өтті. Бүгінгі ойыма өте қызықты өтті. Және де бірінші қарсылықтың бастан өтті ойын тікелей сараптамаға келсем, бізде дисциплина, оппозиция тобының лидері шығады, дисциплинаны жалпақ тілмен түсіндіре алған жоқ. Олар түсіндіріп берген шығар, дисциплинаны қай жерде қолданады, қай кезде қолданады, оның қандай жағы бар, бірақ дисциплинаны жалпақ тілмен түсіндіре алмады. Менің осы ойымда қалып кеткен дисциплина дегенде не? Мен түсіндірген шығармын, бірақ мен толық аша алмадым. Себебі мен тақырыбымда мотивация болған, ал дисциплина ол ғалым түрінде оқып берді. Оның қай жерде қолданылатынын айтты, бірақ ол дисциплина не екенін айтпады.
яғни мен оны түсіне алмай қалдым. Және де осы лидер мотивация тек қиялдау деп түсіндіргендей болып көрсетті. Және де оппозиция тобының негізінде біз аргументтеріміз олар қажеттілік және жетістік. Оппозиция тобының аргументтері мінез болмыс, қоғам деп берді. Және де мінез болмыс ол кез келген уақытта өзгеріп кете алады. Яғни ол өз ортасына байланысты, мысалы ата-анасы оған 20 жыл жақсы тәртіп берген шығар, бірақ ол жаман ортаға келсе, жарты сағаттың ішінде ол тартып кете салады. Ол дисциплинаға қалады ол артта. Жаңа идея қосылып жатыр. Жаңа идея қосылып жатыр, қарсылықпен бірге қосылып кетті. Және ата-ана тәртібі дейді. Ата-ана тәртібі ол кез келген бала, кез келген ортада тастап кете салуы мүмкін. Ата-ана тәртібін, яғни ортасына қарай ата-ана тәртібі қалып кетеді. Илон Маск деп жатыр, оған ешкім мотивация бермейді дейді. Және мен айттым басында, мотивация біреудің беруі міндетті емес дедім. Адам өз-өзіне де мотивация бере алады. Ал осы кезде Илон Маск өз-өзіне мотивация бермегеніне кім кетеді? Айтыңызшы, мүмкін ол да өз-өзіне мотивация берген шығар. Өкінішті тікелей сараптама бізге қарсы келеміз. Ой, негізінде жалпы қызықты өтті, тартысты өтті. Жеңсек те жеңілсек те бізге бәрібір. Ойындарыңызға рахмет. Жалпы ойын бойынша кішкене фидбек беріп өтейін. Жалпы алаңда үкімет тарапы басымдықпен келеді, бірінші басында. Яғни өздерінің мотивация не екенін көрсетіп береді. Яғни мотивацияның үш түрі: психологиялық, қоғамдық, физиологиялық. Жалпы алаңда әдемі ашып береді, дисциплина тәртіп екенін көрсетіп береді. Өзінің аргументтерінің қажеттілік, жетістік, яғни қалай жетістікке жеткенін, қалай қажетті екенін, яғни белгілі бір тұлғалардың жетістіктерімен көрсетіп береді. Яғни алаңда күшті алаң қалады. Сол кезде бізге оппозицияның лидері шығып, дисциплинаның жалпы кеңінен ашып береді, мотивацияның не екенін көрсетіп береді. Ол қарсы тараптың идеясын өзіне бұрып, яғни өздерінің алаңына сәйкестік береді. Яғни бұл негізі кішкене құлы жасап кетеді. Және де өзінің мінез құлық көптеген негізі екі аргументпен күшті ойнап береді оппозиция тарапы. Одан кейін үкімет тарапының спикері шығады. Спикер тарапы жігерлендіру, даму, дисциплина нәтижесі жоқ деген дүние ұсынып береді. Бірақ өзінің лидерінің айтқан сөзіне қарсылық бермейді, яғни кішкене тақталау болып кетеді. Ал оппозицияның спикері шығып, оппозицияның өздерінің алаңын одан сайын қуаттап, Мәскеудегі соғыс кезін, Илон Маскты тәртіп көрген жетістік, жалпы мақсатқа тәртіп арқылы жету керек екенін барлығын рет-ретімен көрсетіп береді. Негізі ойында ұтылып жатқан жерінен бір жағынан үкімет оппозиция тарапының спикер Бауыржан мырза алаңды кеңінен ашып, одан сайын мықтылық береді. Жалпы сараптама кезеңінде де оппозиция тарапы үкімет тарапының жаңа идея қосқанын көрсетіп береді. Сіз де өзіңіз байқадыңыз, жаңа сараптама кезінде сараптама емес, бір-екі идея қосып бердіңіз. Яғни алаң ашуың жақсы болды, бірақ одан кейінгі ойын сәл сіздің жеңіске алып келуіңізге себеп болды. Яғни ойында жеңіске жеткен оппозиция. Шын мәнісінде бар ғой, мынау үкімет тарапынан осы қарарға айтқан дефиницияларын отырған оппозиция тобындағы спикерлеріміз, лидерлеріміз қарап отырып өзгерте беруге болады да. Мысалға, сөйтетін табан астында ол жерде олар қарсылық таныта алады. Ананың аргументін құлату керек қой мына топтың. Сондықтан бұларда кішкене сәл анандай жыл бар да. Енді Құдай қаласа бұларды әлі алға тартамыз. Мынау Жанболат сияқты Рауан деген оқушымыз бар. Ол неге кетті? Курсқа кетіп қалып 11-ші сынып қой бұлар. Ертең кетіп қалса мен бұлардан айырып қалайын деп тұрмын. Ойбай шәкірт дайындап бер деп жаңа бұларға не қылып жатырмыз. Бұларда әйтеуір өздерінің уақыттары жоқ, уақыттар болмаса да келіп әйтеуір талпындырып оқушыларға мотивация беріп жаңағы алға тартып жатыр. Мен бір өзім ешқайсысына жетпеймін, өзім классым бар, басқа да жарыстарым бар, өзім қазақ тіл әдебиеті мамандығым. Менде жарыс көп, біз деген бүкіл ақын жазушылар түгелдейміз. Сондықтан бұл жерде сіздер қазір кішкентай ғана үшін ғана көрдіңіздер, нағыз доданы көрген жоқсыздар. Нағыз дода Алла қаласа алда болады. Сондықтан балаларыңызды сіздер курсқа осы дебат десе жібере беріңіздер. Енді марапатқа келейік.
марапат енді жаңағы өздеріңіз көріп отырсыздар ғой, қайсы жақ озып, қайсы жақ неғып жатқанын. Бірақ оқушыларымыз бүгін дайындықтары жаман емес, жақсы. Жарайсыңдар. Жанды бір оқушымыз тағы да бір сайысқа кетіп бара жатыр. Енді ол оқушымыз жоқ бұл жерде. Барына Мадақтама Шымкент қаласы номер 69 жалпы орта білім беретін мектебінің 2022-23 оқу жылы барысында білімді ұрпақ елдің ертеңі тақырыбы аясында өткізілген пікірсайыс ойынында 3-ші орынды иеленген үшін 7-ші бас сынып оқушысы Абдысадық Сымбат пен Оразбек Жұлдыз марапатталады. Дәл осы мәтінде 3-ші орынды иеленген үшін Мадияр Саят Құрбанова Қалбинұр марапатталады. Енді екінші орынға кезектесек, білімді ұрпақ елдің ертеңі тақырыбы аясында өткізілген пікірсайыс ойынында ерекше ойын көрсетіп, 2-ші орынды иеленген үшін 7-ші бас сынып оқушысы екі жігітіміз Сапарбек Алмат және Дүйсенбек Заңғар марапатталады. Және де осы 4 фракцияның ішінен озып, ерекше ойын көрсетіп, көзге түскен 1-ші орынды иеленген үшін Бақыт Аймен мен Бекжан Бауыржан марапатталады. Енді барлығымыз келіп, осы жерде түсіп кетсек, ата-аналармен бірге түсіп Өзім таң қалып отырмын, осындай кішкентай балдар өйстіп қаталасып, өнер көрсетіп, қарсыласып бір-біріне, өз ойын жеткізіп отыр. Енді біз тек қуанамыз, осылардың жаңағы талаптарына кішкене болса да сіздердің жаңағы нелеріңіз тиіп, биіктерге жетіп жатса, сіздерге де бізге де қуаныш. Апайымызға үлкен рахмет, осы жерде осы балдардың барлығын жаңағы қай неге деңгейде екен, қызығушылықтары қандай екен барлығын апай өзі балдар өздері неғып отыр ғой, соған септігін тигізіп отқан сіздерге үлкен рахмет. Не дейміз, тек балдарымыз биіктен көріне берсін. Біздің болашағымыз осы балдар биіктен көрініп, ата-аналардың, мұғалімдердің мақтанышы болып жүре берсін. Сіздерге үлкен рахмет. Тағы да дебат болып жатса, енді құдай қаласа келеміз бізде. Қалмаймыз, енді білдік қой не екен. Қуаныштымын сіздерге танысқаныма да. Енді бастамасы ол болады. Иә, бастамасы. Алдыңғы жылға жетілер, қазір 8 болып, ойындар мықты болып, қазір ауданнан қанша орын алып жатыр. Жетістіктер көрсетіп жатыр, бұлар да сондай деңгейге жетіп құдай қаласа. Иә, жетістіктеріміз бізде оқушы дайындап. Біздің оқушыларымыз Китс мектебіне барды ғой. Өзіміздің дайындаған оқушыларымыз ол жаққа барып бізбен қарсылас болып жатыр ғой. Сөйтіп олар орын алып жатыр. Енді қарап отырсақ, өзіміздің дайындаған оқушыларымыз мықты болып бара жатыр да. Сосын барып, ана күні біраз ол жақ орында алып жатса, біз жақтан енді оқпай озық шығып жатса қуанамыз әрине. Бірақ қарсылас болып жатқанына сәл неғып қалып жатырмыз. Ондай жағында болып жатыр бізде. Енді бұны дамыту үшін осы оқушылардың қатарын көбейту керек. Оқушыларымыздың шешен сөйлеуге, өз ойын еркін жеткізе алуына үлкен септігін тигізеді. Жаңа мысалға мына ойында ойнап жатқан кезінде бұлар оппозиция болатынын, өкімет болатынын білген жоқ. Сондықтан бұлар екі жақты дайындап келеді. Егер де біз оппозицияға түсіп қалсақ, мынаны айтуымыз керек. Үкіметке түсіп қалсақ, мынаны айтуымыз керек деген сияқты. Сонда бұлардың ойлар екі жақты дамып жатқанын да біз білуіміз керек. Дебат негізі өте көп көмегін тигізеді. Ойларын күшті жеткізді, өзінің таңғалып отырмын. Қарсылас болды. Жақсы, рахмет сіздерге. Рахмет. Рахмет Гүлназ апай сізге. Гүлназ апайыма рахмет. Гүлназ апай осыны ұйымдастырып отырған. Апай қолдамаса ешнәрсе. Иә, апай қолдап отыр, барлығы. Жақсы, рахмет барлықтарыңызға. Сау болыңыз Гүлназ апай. Жақсы. Оқушылардың өзін түсіріп, анерге.